Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге ас бөлмеңіздегі осылай жылдар бойы қатып қалған, кетпейтін, сарғайған ескі ыдыстарыңыз болса, онда видеоны соңына дейін қараңыздар. Дәл осылай небәрі 20 минутта үш ағзатпен ағартатын боламыз. Мен өзім әжемнен үйренген құпияммен өздеріңізбен де бөлісетін боламын достар. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазандарымызды жуу үшін бізге осы 3 зат керек. Бірінші сода канцелярская керек, және кір сабын керек, клей керек. Бар жоғы 3 зат керек. Кір сабымызды үккіштен өткіземіз, және үлкен кастрольге су қоямыз. Оны міндетті түрде қайнатамыз. Су сахарлап қайнап тұру керек. Енді қайнаған суымызда жаңағы үккіштен өткізген кір сабымызды, осылай сұйық клейлерімізді саламыз, және жаңағы содамызды қосамыз, канцелярский деген. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араласқан соң осылай қайнап тұрған ыдысымызға жаңағы кірленген ыдыстарымызды осылай рет-ретмен орналастырамыз. Бізде ыдыстар батып тұру керек міндетті түрде, және көп қайнатпаймыз. Небәрі 20 минут, 15-20 минут жеткілікті болады, одан көп қайнатпаймыз. 15-20 минуттан соң ыдыстарымызды аламыз, және ыстықтай шөберегімізге фериді қосамыз аздап, және ешқандай күш салмаймыз. Жай ғана сықлап, тез арада жаңағы жуып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай оңай жуылады. Ешқандай сетканың, темір қырғыштың ешқандай керегі жоқ. Жай ғана осылай аздап ыдыс жуғыш, жаңағы фери болсын, үйлеріңізде қандай ыдыс жуғыш бар, сондай құралды аздап қоссаңыздар шүберегіңізге, дәл видеодағыдай оңай ғана жуыла салады. Міндетті түрде жаңағы суға салып қайнатып болған соң, 15-20 минуттан соң сол мезетте жуып тастаңыздар, себебі ол қатып қалуы мүмкін ыдысқа. Одан кейін өздеріңізге күш салуға тура келеді. Ал дер кезінде ыстықтай жуып тастасаңыздар, онда оңай осылай дәл видеодағындай әп-сәтте жалтырап шыға келеді. Мен сіздерге бірнеше ыдыстарымды жуып көрсеттім. Көріп тұрғандарыңыздай сап-сары осылай кастрюлем бар етін, бұны да дәл осы видеодағындай етіп әп-сәтте жалтырап жуыла салды. Және де ас бөлмедегі газымыздың бетіндегі теміріміз, решетка дейді орысша, соларын қойсаңыз да болады, суға салсаңыздар да болады, ол да оңай жуылады. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай сарғайған осылай тостағым бар, ол да осылай әп-сәтте барлығы жалтырап шықты. Ешқандай темір қырғышпен қырып өтпайсыз, оңай ғана жуыла салады. Достар, егер менің видеом ұнап, лайықты деп көрсеңіз, лайк басуды ұмытпаңыз, және дәл осы лайфхакпен өздеріңізде ыдыстарыңызды жуып жатсаңыздар, онда комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде оқитын боламын, өзімнің пікірімді қалдыратын боламын. Сіздермен болған Мерудің тағамдары, және арнамнан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа мастер-класстармен, рецепттермен өздеріңізбен бірінші бөлісетін боламын. Келесі көріскенше сау болыңыздар.